профессияның көбісі, яғни мамандықтың көбісі өлуге жақын дейді да. Өткенде Магнумда болдым, продукт алғанда. Кассирлардың орнына қазір терминалдар қойып қойған, ішті көтпен төлейсің, болды, сен ішіп кете бересің төлеп. Удобно, иә? Удобно. Сосын Ыңғайлы. Флайарстан мысалы, Флайарстан тоже қазір кассирлардың орнына билет алмайсың, терминалдан аласың, бәрін аласың. Тек қана багажды қабылдайтын адам бар, ол да скоро жоқ болады. Үшінші мысал автомойкалар. Автомойкаларда қазір самообслуживание кеткен. Барып ақшаны лақтырасың, и болды, өзіңе жуа бересің. Мойщиктар жоқ уже. Мысалы, ол кассирларға мысалы айлық төлейді. Ол ауырып қалуы мүмкін, больницаға шығады, оның отпускной төлейді, пособие төлейді. А мынау терминалдар рахат бір рет қояды, болды. Иә. Робот қойып береді, істеп отқан. Оның барлығы енді ана үнемдеудің мақсаты ғой. Мысалы, жұмыс берушілердің де үнемдеуі бар, иә? Үнемдегісі келеді. Мүмкіндік болса. Вот так что ойлану керек, жұмыс бізде бар, бізге келу керек, өмірді өзгерту керек.